Amina, mende kola var, şeyimiz var. Çok işke bo'lmaydi. Apadan shulab ko'ydik. Apay, qaraqatda kola var. Jiyan nespi. Ya, dұрыс айтасың. Бұл қоланың қазір зияны мен пайдасын сендерге айтып берейін. Ал балалар, менің қолымдағы не екен? Кола. Ал мынау? Су. Енді біз осы кола мен судың айырмашылығын көрейік. Ендеше қазір коланы ашамыз. Және мынаны шарды қоямыз. Қойды ма? Қандай түстегі шар екен? Көк түстегі. Қандай түстегі шар екен? Қарағат. Енді мынаны ала қойды. Енді осыны шайқаймыз балалар. Қанша шайқаймыз? Қатты шайқаймыз. Шайқаймыз. Міне балалар, қараңдаршы. Мына шар не істеді? Үрілді, иә? Мына шар үрілмеді. Өйткені балалар, мынау бізде колада ішінде газ бар екен. Газымен осылай үріліп кетеді екен. Сондықтан бізге коланы ішуге болмайды екен. Біздің де ішіміз осылай үріліп кеуіп кетеді екен. Балалар, мен қолымдағы қандай жұмыртқа? Ақ жұмыртқа. Ендеше мына суды бокалға құямыз. Қарақат, сен мынаны құямыз. Қолға құямыз. Құя ғой. Ал енді балалар, мына жұмыртқаны суға саламыз. Сен, Амина, қолаға саламыз. Жаймен саламыз. Енді бұны балалар, мына қазір біз зерттеп көреміз. Бұл кола мен судың айырмашылығын байқаймыз. Бұл бірнеше сағат тұрады. Ал балалар, жаңа жұмыртқаны салдық, иә, Қарақат, Амина. Енді бізде бірнеше сағат өтті. енді жұмыртқамызды зерттеп көрейік, қандай болған. Ал мына қолымызда қасықпен жұмыртқаларыңды ала қойыңдар. Қарақат, сен ала қой. Қарақат, сенің жұмыртқан қандай екен? Ақ түсті екен, иә? Ал, сенің жұмыртқан қандай түсте болды? Қоңыр. Өйткені міне судағы жұмыртқамыз аппақ күйінде шықты. Ал біздің кока-коладағы қандай түсте болды? Қоңыр түсте болды. Міне балалар, біздің кока-коламыздың ішінде бояуы бар екен. Ішуге болмайды екен. Балалар, кока-кола ішесіңдер ме? Жоқ, кола ішуге болмайды. Ал балалар, менің қолымдағы не? Чипси, иә? Бұл чипсиді де қазір біз зерттеп көрейік. Бұл чипсидің де зияны өте көп екен. Ендеше менің қолымдағы кеуі жағамыз. Көрдіңдер ме балалар? Міне жанады екен. Бұны жеуге болады ма екен? Жоқ, жеуге болмайды. Қараңдаршы. Чипсиді жеуге болады ма екен? Жоқ, чипсині жеуге болмайды. Ал енді балалар, тағы да бір чипсидің зиянын тексеріп көрейік кәдеге. Мына чипсиден алып, мына жерге саламыз. Алыңдар. Бізден алыңдар. Аламыз. Қағазға саламыз. Саламыз. Енді қағазымызды бүктейміз. Қане, қағазымызды бүктейміз. Енді осы қағаздың үстінен мұжамыз. Мінекей, ашып көріңіз жерді, ашайық. Мінекей балалар, қараңдаршы, біздің чипсиіміздің арғы беті май болып кетіпті. Және химикат заттар жабысып қалыпты. Бұл чипсиді де жеуге бола ма екен балалар? Жоқ.